Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жүктіліктің алғашқы белгілері. Жүкті болып қалуды көрсететін көптеген белгілер бар. Жүктілік алғашқы белгілері әрбір әйел үшін әртүрлі. Егер сіз бала көтеріп қалсаңыз, сіз осы белгілердің біреуіне тап боласыз. Егер сіздің денеңіз жүктіліктің ерте белгілеріне туралы сигналды беретін болса, гинекологқа барыңыз. Сіз жүктілік тестін жасай аласыз, бірақ ерте кезінде дәл нәтижені тек қана дәрігер айта алады. Жүктіліктің ерте белгілері. Іштің төменгі жағының ауруы. Көптеген әйелдер етеккір қарсаңында осындай сезімдерді сезінеді. Олар бұл ауырсынумен менструация циклінің жақындауы деп ойлайды. Назар аударыңыз. Алайда бұл ауру күнделікті қайталанған кезде және етеккірдің басталу мерзімін кешігетін болса, әйелдің ойлануы керек. Осы уақытта жүкті болып қалудың салдарынан денеде өзгерістер пайда болады. Іштің төменгі жағының ауруы жыныстық қатынастан кейін 3-ші немесе 4-ші күні болады. Эндометриалдық ұрықтанған жұмыртқаның енгізу процесі тағы 2 күн қажет. Бірақ асқазанның ауруына әрдайым жүктіліктің белгілерін жатқыза беру болмайды. Нақты себебі білу үшін дәрігермен кеңескен дұрыс. Жиі ұйқы келу және шаршау. Бүгінгі күнде көптеген әйелдердің жұмыс күнінің аяғында шаршауы ешкімді таң қалдырмайды. Бірақ сіз бір апта бұрын демалуға уақыт тауып, күш-қуатыңызды қалпына келтіре алатын болсаңыз, жүктілік кезінде шаршағандық тек жинала береді. Егер таңертең ұйқыдан ояну қиынға соқса, күндіз жатып демалғаныңыз келсе, бұл әйелдің гормоналды фонының өзгеруіне байланысты, сондай-ақ дене температурасы сәл көтеруі мүмкін. Терінің өзгеруі. Кейде әйелдерде етеккір қарсаңында бетінде былғарылар пайда болады. Егер сізде бұрын ондай болмаса, жүктілік туралы ойлауға себеп бар. Былғарылар әйелдің гормондарын фонының өзгеруіне байланысты пайда болады. Бірақ бұл симптом барлық әйелдерде кездесе бермейді. Жүктіліктің ең айқын белгісі кешіктірілген менструация. Бірақ етеккір циклінің бұзылуына бірнеше себептер болуы мүмкін. Бұл симптомдың толығымен сенуге болмайды. Бұл жағдай гинекологқа баруға себептер болу керек. Қан және зәр анализдерінің негізінде жүктілік жайлы білетін боласыз. Нәтижелерді нақты білу үшін кешіктірілген менструация циклін кейін бірнеше күн өткесін жасау керек. 3 апталық кезеңде ультрадыбыстық ұрықты көруге болады. Омыраудың үлкеюі. Емізіктің диаметрі ұлғайып, түсі қараяды. Сөйтіп омырау болашақ баланы тамақтандыруға дайындала бастайды. Бұл белгі жүкті әйелдердің 70%-ында кездеседі. Ол тек қана жүктілік туралы ғана емес, сондай-ақ жақында келе жатқан етеккір жайлы айтуы мүмкін. Жүрек айну.
токсикоз үчүн нактуу убакыттын шектөөү жок. Сондуктан жүрөк айнуу кез келген аялды күндүн түрлүү убакытында азаптай алады. Сонун катар токсикоз бир нече күн өткөндөн кийин де, бир нече ай өткөндөн кийин де пайда болуу мүмкүн. Көптөгөн аялдар жүрөк айнуу чабуулунда мурун жакшы көрөтүн эстер тууралуу деп айтады. Жиир зар чыгаруу. Аялдар көбүнесе бул симптомду жүктүүлүктүн 3-триместринде байкайды. Урок үлкейип, кукка кысым жасалган себебинен дээретканага жиі баргысы келет. Сиздер менен болгон мен Асия. Каналыма тиркелип, лайк басууду унутпаңыздар. Сиздердин колдоолоруңуз мен үчүн өтө маңыздуу.